Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен заңгер Гүлмира Қарасай, және бүгін мен сіздерге кімнің шотына арест қоя алмайды деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Тіпті кредитті төлемеген жағдайдың өзінде кімнің қай шоттарына арест қоя алмайды. Алдымен мына төмендегі қызыл кнопканы баса салыңыз, подписаться деп, және каналға тіркеліңіз. Себебі бұл каналда сіз өзіңіздің құқығыңызды қорғайтын заңдарды қарапайым тілмен үйренетін боласыз. Сонымен, кімнің шотына арест қоя алмайды? Қазір көпшілігі ойлайды, егер мен көбінесе әйел адамдар осылай ойлайды, егер мен кредитті төлемесем, менің барлық шотыма арест қояды, менің барлық мал-мүлкіме арест қояды деп. Жоқ достар, именно арест қойылмайтын шоттар бар. Ең алдымен бұл жәрдемақы шоты, яғни пособия. Балаға жәрдемақы түсетін шот, ол мысалға, білесіздер, жәрдемақының түрі бар. 1 жасқа дейінгі жәрдемақы, единовременный пособия дейді, яғни бір рет қана төленетін жәрдемақы баланың босанғанда, және декреттік ақша бар. Бұл ақшаларға ешқандай арест қойылмайды. Себебі бұл оның тапқан табысы емес, борышкердің. Мысалға, әйел адам ол банкте кредиті болып оны төлей алмаса, оның табысына, яғни жалақысының 50%-на арест қою мүмкін. Немесе өзге депозит, немесе өзге де текущий шоттағы ақшаларына арест қою мүмкін. Бірақ тек қана мына баланың ақшасына, баланың несібесіне, жәрдемақыға, пособияға арест қоя алмайды. Бұл бірінші. Айтпақшы, осында ескеріңіздер, пособияны пенсиямен шатастырмаймыз. Пенсияға арест қою мүмкін 50%-на. Егер пенсионер кредит алып, оны дер кезінде төлей алмаса. Пособия бөлек, пенсия бөлек. Көпшілік оны шатастырып жатады. Негізінде пенсия ол уже зейнетке шыққан адамның бұрынғы істеген жұмысына байланысты алған өзінің төлем, зейнетақы төлем, зейнетақы. Ал пособия бұл жәрдемақы, бұл жәрдем, көмек беретін ақша. Дәл осындай балаға қатысты көмек берілген ақшаға арест қоя алмайды. Екінші, бұл әлеуметтік төлем. Әлеуметтік төлем дегенде мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіретін болсам, бұл 42.500 теңге. Негізінде әлеуметтік төлем бұл тек қана 42.500 теңге деп бір қатып қалған сума емес, бірақ осы енді қазақ халқының басында білесіздер, 2020 жылы бізде бұрын-соңды болмаған төтенше жағдай жарияланды, бұрын-соңды болмаған карантин болды. Және мемлекет, соның ішінде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры адамдарға әлеуметтік төлем 42.500 теңге ақша төледі. Сондықтан бұл ақша сіздердің естеріңізде қалғандықтан мен әлеуметтік төлемді осылай түсіндіріп отырмын. Негізінде әлеуметтік төлем ол 42.500 емес, одан аз болуы да мүмкін, көп болуы да мүмкін. Әлеуметтік төлем дегенде, қараңыз, біз ресми түрде жұмыс істегенде ай сайын бізден қандай ақшалар ұсталады? Зейнетақы қорына ақша ұсталады, медициналық сақтандыру қорына ақша ұсталады, және социальное отчисление дейді, әлеуметтік төлемге ақша ұсталады бізден. Осы ай сайын осындай ақшалар ұсталады, сонымен қатар жеке табыс салығы бар. Осы 4 ақшаның ішінде жаңа үшінші айтқан әлеуметтік төлем, бұл бізде бір страховканың суммасы сияқты. Оны машинасы барлар жақсы түсінеді. Страховканың суммасы дегеніміз, мысалға сіз страховой полис сатып алдыңыз, егер машинаңыз басқа машинамен соқтығысып қалса, онда сол өзге машинаға сіздің келтірілген залалды сіздің страховой компания төлейді, Енді дәл осы әлеуметтік төлемде дәл солай көз алдыңызға елестетіңіздер. Сіз жұмыс істеп жүрсіз, әлеуметтік төлемге ай сайын жалақыңыздан ақша төлейсіз, бұл міндетті ақша, оны сізден ұстап қалады. Енді әрі қарай сіз бір күні Құдай сақтасын жұмыссыз қалдыңыз. Міне, приказ шықты, сізді жұмыстан босату туралы, мүмкін сізде еңбек шартының уақыты аяқталды, немесе сізді сокращениеге түстіңіз. В общем, сіз жұмыссыз қалдыңыз. Мұндай жағдайда сіз жұмыссыз адам ретінде тіркелсеңіз, сіздің бұрын жұмыс істеген стажыңызға байланысты, төлеген әлеуметтік, ай сайын төлеген әлеуметтік суммаға байланысты, социальное отчислениеге байланысты, сізге жұмыссыз ретінде тіркелген соң, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры әлгі страховая компания сияқты сізге әлеуметтік төлем береді. Яғни бұл көмек ақшасы ретінде. Міне дәл осы әлеуметтік төлемге ешқандай арест қойылмайды. Тіпті сіз кредитті төлемей бірнеше жыл просрочкаға шықсаңыз да. Үшінші, бұл арест қойылмайтын сумма алимент. 18 жасқа толмаған, кәмелет жасқа толмаған балаға ата-анасы алимент төлеуі мүмкін. Мүмкін анасы әкесінен алимент өндіру мүмкін, егер баланы өзі тәрбиелеп жатқан болса, және әкесі көмектеспесе. Немесе бала ажырасқан соң әкесімен қалуы мүмкін, ондай жағдайда анасы оған алимент төлеуі мүмкін. Бұл алимент мысалға баланың әкесінің шотына түседі. Немесе әкесі алимент төлейтін болса, ол анасының шотына түседі. Мұндай жағдайда бұл алименттің ақшасына ешкім арест қоя алмайды. Себебі бұл ол анасының тапқан табысы емес, әкесінің тапқан табысы емес, именно баланың ақшасы. Міне баланың ақшасы болғандықтан оған әкесінің немесе анасының кредит бойынша просроченный қарызы үшін ешқандай арест қойылмайды.
Бұл жағдайда сіздер мынаны есте сақтаңыздар. Егер сіздер алиментті кәдімгі өзіңіздің зарплата алатын шотыңызға, яғни жалақы алатын шотқа, немесе өзге де текущий шотқа, немесе депозиттің шотына қабылдайтын болсаңыз, оған арест қоюы мүмкін. Бұл үш ақшаға арнайы шот ашылуы тиіс. Арнайы шот бұл специальный шот деп айтсаңыз, банктегілер түсінеді. Жәрдемақы алуға арнайы шот аштыру қажет. Әлеуметтік төлем алуға арнайы шот аштыру қажет, және алимент алуға арнайы шот аштыру қажет. Арнайы шот деген сөз, бұған бірде-бір банк, жеке сот орындаушы ешқандай арест қоя алмайды деген сөз. Егер сіз арнайы шот аштырмай, жәрдемақыны өзіңіздің жалақы алатын шотыңызға, немесе мүлдем текущий шотыңызға, кез келген шотыңызға алатын болсаңыз, онда ол жәрдемақыға, ол пособияға арест қою мүмкін. Себебі жеке сот орындаушы білмеді оның арнайы шот екенін. Егер арнайы шот болса ғана, олар арест қоймайды бұл ақшаға. Тіпті бұл ақшалардың 50%-ында ұстамайтын болады. Ең бастысы спецшот аштыру қажет. Сол сияқты алиментті көптеген аналар өзінің жалақы шотын алады. Менің баламның әкесі маған алимент төлейді. Ол мен зарплатный шотыма түседі, зарплатамның 50%-ын ұстап отыр кредитке, және алименттің де 50%-ын ұстап қалды дейді. Бұл дұрыс, егер сіз алиментті өзіңіздің зарплатный шотыңызға алсаңыз. Себебі ол жерде сіздің табысыңыз деп ойлайды ғой. Оны алимент деп емес. Сондықтан сіздер алиментті, аналар әсіресе, арнайы шот аштырып соған алыңыздар, сонда оған ешкім арест қоймайтын болады. Міне достар, бұл үш ақшаға арест қойылмайды дедім. Ал егер де бұл үш ақшаға арест қойып жатса, не істеу керек? Оны мен сіздерге осы YouTube каналымда шығатын келесі видеода түсіндіретін боламын. Ал қазірге подписацияны басып, видео сіздерге пайдалы болса, лайкты басыңыздар. Бұл маған әрі қарай сіздерге пайдалы видео түсіруге шабыт беретін болады. Және туыс, таныс, жақындарыңызға, жанашыр достарыңызға осы видеомен поделиться деп, осы видеоның сілтемесін жіберіңіздер. Олар да өздерінің құқықтық, қаржылық сауатын ашсын. Аман сау болыңыздар.